Шеберлік каналына қош келдіңіздер. Бұл видеода бір жарым жасар қызға арналған мындай жидені кофточканы тоқимыз. Жеңі 33 сантиметр ұзындығы, реглан 16,5 болып тұр, ал басынан аяғына дейін 36 сондай ұзындықта болып тұр. Және де мына жерін, қолтығын астын айтып жіберейін, қанша сантиметр. Мысалы, сіздердің балаларыңыздың тоқитын болсаңыздар, қанша алуға қатысты? 31. Яғни 62, егер айналдыра есептейтін болсақ, 9 ілмек, бірақ 10-шы мына жерге болу керек бізге. Қазір дұрыс үтіктемегеннен созылып кеткен сияқты. Әйтпесе, бірдей мына жеріміз. Сонда резинка бір минусымды айтайын сіздерге қайталамау үшін, бірақ аса қатты маңызды емес, бірақ сонда да мына жерден бізде түймесі тұратын жер. Қарасаңыз, мына жерде мен резинка істегенмін. Мінекей. Резинка емес, мүмкін басқаша тоқуға да болар еді. О жағын қатты ойластырмай тоқи беріп, кейін ойлағанымда осындай болып шықты. Ең оңай жолын таңдадым. Неліктен? Өйткені жіптің өзі түрлі түсті болғандықтан бір өрнек жасағым келмеді. Өйткені жіптің өзі қарап тұрсаңыздар, осындай істеген өзінде де аса білінбес еді. Регланды мына жерде реглан дейді. Егер бірінші тоқып атсаңыздар, бұл жерде де ең қарапайым. Міне, қарапайымсы, ешқандай қиын өрнексіз таңдадым. Мінекей, егер осыны үйренгіңіз келсе, онда бірге бастап тоқып шығайық. Тағы да бір айт кетейін, осыған сай келетін мындай сарафанда тоқыдым, мынаны алып тастайын. Бұл жөнінде де келесі видеоларда көре аласыздар. Кіріп көрсеңіздер болады. Онда ше жидені тоқып бастайық. 78 ілмек алып бастап қойдым. Сіздердің уақыттарыңызды алмау үшін мынау барша қалай тоқылатынына қатысты сіздер бөлек видеоны көрсеңіздер болады. Өйткені бұл сәл ерекше тоқылды. Өйткені бұйымдардың көбісі бастаған кезде осы ұштары созылып кетіп жатады. Ана жерде сондай байқасаңыздар, жақсы сондай резинка болып тұр. Соған кіріп көрсеңіздер болады. Енді біз мына жерде тоққаннан кейін 4 қатар тоқып қойдым. 5-ші қатар. 5-ші қатардан бастап мен түйменің тесігін жасаймын. Қазір қалай бар, солай тоқимыз. Оң теріс, кәдімгі оң теріс болып тоқылады. Осылай оң теріс тоқи алатын болсаңыз, айналдырып жібере салыңыз видеоны. Осылайша ұшына дейін тоқиып. Міне келдім бір ұшына. Мына жерде бізге 6 ілмек қалдыру керек. Қазір біреуін тоқып жіберейін. Енді осы тәртіп кейінгі жолдары қайталана береді. Яғни түймеге тесік жасауға қатысты. Бірінші ілмекті үнемі 6 ілмек қалдырып отырамыз. Бірінші ілмекті ілдік. Енді екеуін бірге қосып тоқимыз. Мына жерден оң теріс тоқылды ғой, оң қылып ала береміз. Сөйтемізді біреу қысқарып қалғаннан кейін жібімізді іліп алдық. Сосын оң қалай бар, солай тоқи береміз. Соңғысын теріс аламыз үнемі. Осылай.
айналдырдық. Біріншісін тоқымаймыз. Қалай бар, солай тоқып отырамыз. Екіншісі теріс. Енді мына жерде байқасаңыздар, міне ілмектің болашақ түймені, ілмекте бердім ғой. Түйменің орны мінекей тесік болды. Арада осылай тоқыла береді. Теріс оң, теріс оң. Бәрін теріс оң тоқыла береді. Жағасы қаншалықты биіктеу болатынына қатысты өздеріңіз шешесіздер. Өйткені қанша жастағы балаға тоқылып жатқанын білмегендіктен мен мына жерде қатты биік қылмаймын. Міне оң теріс барып, қайтадан өсіп қайтып келеміз. Міне екі қайтара тоққанда мына жер біздің түйменің тесігі болды. Мына жерді қазір көрейін, қанша сантиметр болған. Мен тағы да бір қатар тоқым келіп жатыр. Кейін иығын шығаруға көшеміз. 2 сантиметр. Тағы бір қайтара тоқимын. Тура сондай оң теріс, оң теріс. Мына жерде бір ескеретін жайт, жаңа біз біреуін қысқарт қойдық. Ол біздің теріс тоқылған ілмек еді. Жаңа қосқан ілмегімізді сонда оны теріс қылып тоқимыз. Теріс беті болғандықтан көрінбей тұр. Жаңа қайтара тоққан кезде соны ескереміз. Және де түймелеріңіздің арасы қанша сантиметр болатынды көресіз. Мысалы, кішкентай бала үшін түймен жиі кездескен мысалы дұрыс болмас еді. Өйткені өздеріңіз байқайтындай, олар сонда кигіздіріп, киінгенді онша ұната бермейді. Егер түймелеріңіз жиі болса, онда мүлдем олар шыдамас еді. Сондықтан оны да ескеру керек. Және де мына түймені міндетті түрде осы жағасына да істеу керек. Кейде егер істемесе, ол әдемі көрінбейді. Мен бір кофтамда сөйтіп тоқыдым қызыма. Кейін түсіндім, ол міндетті түрде мына жерде жағасына да бір түйме істеу керек екендігіне. Осылай тоқи берейік, достар. Кейін бөлеміз санап. Айналдырып тоқыдым, жерде бөлдім. Бұны қалай істейміз? Кішкене түсіністеу мүмкін біреулерге. Мынау мойны бізде 78. Бір ілмектен ол біз регланға кетеді. Жеңдеріне 10, артқы жағына 22, алдғы жағына 10, ал 12 ілмек ол біздің түймен орнына, яғни 6 екі жағына. Бұлай көрінеді ол. 22, мына 2 жеңі 10 ілмектен, мына алдыңғы жағы, ал 6 ілмек түймен орны. Сонда біз мына 2 шеттен бір ілмекке жетпей қосып отырамыз. Жақындатып алайық. Мына 6 ілмекті енді біз мына жерде 10 теріс емес, кәдімгідей барлығын оң қылып тоқи береміз.
міне түйменің орны және де алдыңғы жағы. Сонда біз қосуды оң бетінде қосып отырамыз, теріс бетінде жай тоқимыз. Мына жерде енді қосу керек. Бірінші ілмекті тоқып алайын. Және де ілемін. Мына жерден іліп алып, теріс тоқып тұрғанды оң қылып аламын. Маркерді іліп алдым. Мына жер кіріп кетіпті. Кейін шешіп алу керек оны. Бізге кейінгі қатарларда кедергі етпеу үшін. Іліп алдық. Ілдік. Жерден тоқыдық. Енді біз жеңіне өттік. Болашақ жең деп айтайық, қазір жең емес бұл. Маркерге келдік. Сонда маркерге келген кезде біліп отырамыз. Кейбіреулерге қатты тесік ұнамаса, оның басқаша түрі бар тоқуды. Артқы жағы енді. Осы соңына дейін үзбей көрсетейін сіздерге, түсінікті болу үшін. Осы бірінші қатарды осылай жақсы жаттап алсаңыздар, кейін сол қайталана береді, керекті өлшеміміз шығам дегенше. Бәрін оң қылып тоқып жатырмын. Міне тағы маркерге жақындадық. Іліп алып жатырмын. Маркерді ілдім. Оң қылып тоқыдым. Маркерді ілдім. Яғни мына жерге маркерге дейін, мынау маркерден кейін қосылып жатыр. Ал біз екінші болашақ жеңіміз. Іліп алдық. Маркерді ілдік, іліп алдық. Осы екі жақты тоқу барысында түйменің орнында ұмытпау керек. Мен әзірше екінші тесікті жасамаймын. Ал мына маркерде қосудың қажет жоқ. Бұл алты ілмекті бөлу үшін. Болашақта кейін анарақ шыққан кезде бұны алып тастай салуға болады. Әзірше мен алмаймын бұны. Бұл жерде оң теріс тоқи береміз. Қазір мияқты мен яғни жерде сәл шатастым. Қатты не емес. Міне алты ілмекті бұл жерде оң теріс қылып тоқимыз. Мына жерде есіме шығып кетті. Шатастым ба? Или оң теріс қылып тоқыдым ба? Шатасып жіберіппін мына жерде. Бұл дұрыс емес. Яғни түйменің орны оң теріс болып кете береді. Қалғандардың барлығы тек қана оң қылып тоқимыз. Енді арғы беті, теріс беті. Кофтамыздың теріс беті қалай тоқылады? Бұл жерде де алғашқы алтауы оң теріс. Енді келесі алтыға дейін тек қана теріс қана тоқимыз.
осылай соңына дейін тоқыңыздар. Міне теріс тоқып жатырмын, барлығы бер жағынан алып іліп жатырмын. Міне қосылғанымыз біздің мынандай тесік болып қалады. Өйткені бізде аса өрнек болмағандықтан мен осылай бола берсін деп жатырмын иығында. Міне 15,5 сантиметр айналдырып тоқып шықтым. Енді біз жеңін жасаймыз мына жерде. Ол үшін бізге 4 ілмек қосымшаны шоқ тоқитын спицаға алып алайық. Және де жіп керек, ілмек керек. Қазір мен мына жерге дейін тоқып келейін. Сосын кейін мыналарды жасаймыз. Міне алдыңғы қатар тұсында тоқыштың мойны ғой. Тоқыдым да, мына жердегі бізде алып отырған, яғни жан-жағына қосып отырған ілмекті ортаңғысы еді. Соны іліп жібереміз. Енді мына ілмектерді біздің жеңіміздің бір жеңіміз мына жерге дейін ілмекпен мына жіпке өткізіп алу керек. Қазір бір-екеуін сіздерге көрсетейін. Одан кейін соңына дейін өздерің жасайсыздар. Жіпті алдық. Жіп қаншалықты болу керек? Мысалы, кішкене жең болғаннан кейін, білмедім, 20-20-дан көбірек шығар. Ең басы жету керек. Бұлай іліп отырамыз. Осылай мына жер былай істейін. Қысқарақ. Сол кезде шығару алу жеңілірек болады бізге. Немесе біртіндеп істегіңіз келмесе, мына жақтан былай өткізіп алуға болады. Бірнешеуін. Тезірек болады. Қазір мен аяқтан алайын. Камерада ыңғайсыз. Тәртіпті түсініп жатсыздар, е? Бірнеше ілмекті алып, сосын кейін жіпті өткізуге болады. Қазір мен кіргізіп алайын. Сізде уақыттарыңыз алмау үшін. Міне сонда былай бірнешеуін өткізіп, кейін істеуге болады. Мынаны спицаны алып тастай беруге болады енді. Қажеті жоқ. Кейін аларды былай кіргізіп, жіпке кіргізіп шығамыз. Мына жерде ыңғайсыз әрине. Осылай мына жерге дейін барлығын кіргізіп шығайық. Өткізіп байлап қойдым. Және де кедергі етпеу үшін жібін ішіне салып қойсаңыздар болады. Кейін біз өткізген басқа түстен болған жақсы. Мына жерде бізде 5-еуіне 2-еуін қосып алайын. 4 ілмек болу керек. Сол үшін аламыз да осыны тоқып жібереміз. Бұл біздің қолтығымыздың асты болады. Егер бірден қосатын болсаңыздар, қолтығыңыздың асты, яғни тоқып атқан бұйымның асты тесік болып қалады. Мына жерде кәдімгідей оң қылып алып жатырмын. Міне кетті. Кейін жалғастырамыз. Тоқуды байлап қоя салайық. Шешіліп кетпеу үшін бұны да ішіне тығып қоямыз. Арада тоқи береміз. Яғни етегін. Қазір кішкене тоқиын да сіздерге көрсетемін. Екінші жеңін дәл осы әдіспен істейсіздер. Ілмекке өткізіп алып, 4 ілмекті басқа спицаға алып, сөйтіп тоқып қоясыз қолтығыңыздың асты. Міне, сізге көрініп тұр ма жоқ, былай істеп көрейін. Мына жерде ілмегім шығып кете ме деп уайымдап тұрмын.
мінекей. Кейін аны сөгіп, ішіндегісін спица өткізіп, жеңін шығаратын боламыз. Осылай қазір екінші жеңін істеп шығайын. Мінекей екінші жеңімді істедім. Жаңа көрсеткендей тура ілмекке өткізіп, байлап, және 4 ілмекке тоқыдық. Енді достар, арата өздеріңіз тоқи беріңіздер, оны көрсетпей қояйын. Тура осы тәртіппен керекті ұзынлыққа дейін тоқи береміз. Етегін шығарамыз. Ілмекті айтып кетейін. Менде мына жерде ілмек емес, түйменің тесігі. Түйменің тесігі 4-еу жасап қойдым. Міне 4-шісі мына жерде. Арасы 12 қатардан кейін жасап отырдым. Яғни санаңыздар, 12-шісіне келген кезде 10 бетін тоқып жатқан кезде жасайсыздар. Енді араты тоқи берейік. 21,5 сантиметрді тоқып шықтым. Мына жерден енді резинкасын тоқуға көшсек. Өздерің түсінгендей, мына жерде қолтығына дейін ғана ілмек қосылады. Араты қосылмайды. Қанша бар, соншасын жалғастырып тоқи береміз. Енді резинкасы қалай болады? Мына жерде онсыз да 10 теріс болған. Олар тоқи береміз, осыған қарап жалғастырамыз. Қазір міне 10 болды ма? Мына жерде теріс болып тұр ғой. Мынаны арт жағынан аламыз. 10 теріс. Мына жерде дұрыс істемедім. 10 теріс дегенім ғой. 10. Жақынырақ көрсетейін. Осылай керекті сантиметр тоқып шығамыз. Мысалы мен жағасындағы осылай резинка тоққан едік қой. Соған қарап сондай өлшемде тоқимын деп ойлап жатырмын. Қазір көреміз оған қаншалықты. Кейде етегіне көбірек істеуге де болады. Қаласаңыздар. Işte 10 болды, теріс. Осылайша тоқып шығыңыздар, айналдыра. Кейін ілмекті жабуды көрсетемін. Артта да осыны қайталана береді, 10 теріс болып. Мысалы, мына жерде теріс болып тұрған, теріс бетінде ол оң болып тұрады. Қалай көрінеді, солай тоқимыз. Егер теріс бетін тоқып жатсаңыздар, оң болып тұрса, ілмегіміз оң болып тоқимыз. Ал оң бетте ол теріс ілмек. Өйстіп тоқи берейік. Мінекей резинкасын тоқып шықтым, 5 қатар. Қазір 6-шы қатарда жабамыз ілмекті. Түймесін айтып кетейін. Түймесі 9, міне соңғы тесігі мына жерде жасадым. Қаласаңыздар тағы да жасасаңыздар болады, но мен ойлаймын, ол соңына дейін бәрі ілмейміз, қажет жоқ деп. 9 түйме. Тағы да бір айтып кететін, егер сіздерде қалған мына жерде ілмектер тақ болып қалса, жүбімес. Сол үшін мына жердегі өрнегіміздің тәртібін бұзбау үшін 2 ілмекті бірге тоқып жіберуге болады. Әрине, мен мына жерде біреуінде сөйттім. Тіпті білінбейді ол. Сондықтан сөйтсек болады. Енді мына жерден жабамыз. Қалай істейміз оны? Үнемі тоқымаларды көрсетеміз сіздерге. Сонда да мүмкін бірінші тоқып атқан болсаңыздар, қалай жабуға қатысты
білу үшін біріншісін іліп алдық. Тура қалай тоқылып тұр, солай аламыз. Екіншісін ілдік та, мынаны ілдік. Мына теріс па? Теріс тоқимыз. Мына жерде қазір видеомыз анық көрсетпей тұр. Сөйтемді мына арт жағынан ілмекті алға шығарамыз. Ілдік. Арт жақтағыны бер жаққа өткізу керек. Міне мына арттағы ілмекті былай аламыз, мынаны жібере саламыз. Тағы да жаймен көрсетейін, кейін сіздер өздеріңіз жалғастырасыздар. Мүмкін тырнағымен жауып қалдым. Қалай суретте бар, қалай тоқылған, солай тоқып жалғастыра береміз. Бұл 6-шы қатар. Тағы да 1-2 арт жағына ілдім, бер жағына шығардым. Сөйтемді мынаны былай шығарып аламын. Мінекей. Тоқыдым. Арт жағына алдым. Мінекей. Осылай қысқартыла береді. Осылай тоқып қысқартып шығайық. Мына жерде бітірдім. Міне соңғы. Енді біз қырқып тастаймыз. Сөйтіп ілмекпен былай тартып алуға болады. Тартып, бірден тығып кете берейік. Артық жұмыс қалмайды сонда бізге. Қатты тартып жіберіп жүрмейік. Менде қазір ілмектің номері 3, одан кішірек алуға да болатын еді. Өйткені ана бас жағы домалақ қой. Жібіміз кішкентай келген. 2 болса жақсы да, сонда жіпті шығаруға болады. Айқастырып шыққан жақсы. Сол кезде жібіміз шығып кетпейді. Былай алдық. Ілмектің үстінен аламыз сонда. Егер тікесінен болса, олар кейін ашылып, сөгіліп кетуі мүмкін. Міне көрініп тұр, айқастырып атқан. Осылай 5-7 сантиметр алайық. Осындай жерден. Мінекей мынанша істедім. Егер сіздерге қызық болса, қазір сантиметрмен көрсетейін, қаншалықты. Мінекей 6 сантиметрге, 6 сантиметрден кейін қырқып тастаймыз. Тоқылған тыққан жібіміз білінбейді. Енді жеңіне өтеміз. Бір жеңін тоқып қойдым, екінші жеңді бірге тоқимыз. Міне мен жібін әлі шешкенім жоқ. Енді мыналарды біртіндеп шұлық тоқитын тоқымам бізге өткіземіз, спицаға, яғни. Былай істеп алсақ болады, кейін жібін тартып алуға болады. Кәдімгідей барлығын тоқымай өткізіп аламыз. Осылай істейміз.
Егер сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына жазсаңыздар болады, немесе Instagram парақшама кіріп, сол жерге де жазуға болады. Міне осылай өткіземіз. Кейінгісін мына жерге тағы да кішкене өткізейін, өйткені 3 спицы болады. Және де егер сіздерге осы мастер-класс бәрі түсінікті болса, ұнаса өздеріңіз бағаларыңызды қойып кетсеңіздер болады. Және де біздің каналға жазылып, видеоны басқалармен бөліссеңіздер болады. Сонда мен үшін ол арғада жаңа видеолар түсіруге итермелейді десе болады. Мінекей былай кіргізе береміз да, мына жерден бірінші ілмекпен шығарып алсақ болады. Егер оңай жолын білсеңіздер, солай істесеңіздер болады сіздер. Тартып аламыз. Мына номері 3 мендегі спицин номері. Мінекей тартып аламыз солай. Соңғысы. Енді керек емес ол. Ал мына жердегі біз 2 ілмек қосымша істейміз, өйткені бізде тесік болып қалмау үшін. Мына өзінің өрнегін тесігі алдында тоққанымыздай. Сонда мына жерден алуға тырысамын мен. Ол үшін жібімізді алып алайық. Тағы бір ескеретін жайт, былай тығып алатын болсаңыздар, мысалы, мына жердің өзінде де үлкен тесік болып қалады. Сол үшін тесік болмау үшін ілмекті ішінен алсақ болады. Былай түйінін қыламыз. Кәдімгідей тоқитын сияқты жасаймыз, содан шығарамыз да былай кіргізіп аламыз. Бұл бір ілмек. Мына жерден ішінен қайттан былай кіргізіп алайын деп жатырмын мен өзімде. Так, мына жер дұрыс істемеді мен. Мына жіпті былай шығарып, мінекей. Артық жібіміз іште қалу керек. Кейін тығамыз ғой бұны. Осылай 2 ілмекті. Ал мына жердегіні, мынау бір ілмегіміз. Қазір мыналарды қырқып тастап отырамыз. 4-еуін. Қазір мынаның бір ілгенін былай қосылайын. Біреуі кетті. Екіншісі. Қырқыстап отырайын. Мінекей. Төртеуін болған, сол 4-еуін өткізіп алдым. Енді бұны мына жердегіні қазір өткізіп салайын мен. Тоқып шығамыз бірден. Және мынақтағыны жаңағы ілмекпен шығарып алған 2 ілмектің созылып кетті. Қазір жібін тартам. Тоқып, 4-еуін тоқып алу керек.
Мына жерден 2 ілмек жаңағыдай істеп аламыз. Мына жерден, немесе жоқ, мен мына жерден шығайын. Жіпті бер жағына өткіздім. Міне 1 ілмек. Мына жерден шығарайын. Мына жерден тіпті мол. Нақты несін айта алмаймын, мен көзге қарап істейсіздер. Арасы ашық болып кетпеу керек. Бүйтіп шығарамыз да. Кигіз саламыз. Қазір мен мына жердегі жаңа тоқып жібергенді бөліп алайын, кейін сіздерге айтамын қанша бөлгенімді. Міне бөлгенім. Сіздерді уақыттан залмау үшін камерадан былай бөліп жатырмын. Тура сондай. Яғни мына екеуін жаңа соңғы қосқанымыз, және де келесі спицадан тоқып жібердім мен. Бірнешеуін. Мінекей. Мыналар тоқып жібердім. Үшеуі бірдей болу үшін. Бірақ қолтық жағында көбірек қалдырамыз, өйткені осы жерлерде біз қысқартып отырамыз біртіндеп. Мына 4-еуі алдыңғы өзінікінен сөгіп алған, қосымша жіптен алған 4-еуін. Енді бұл жерге маркер ілеміз. Мына 2-еуінің екі жаққа 2 маркер. Сол маркерге жетпей қысқартып отырамыз. Міне 1-2 ілмек қалдырдым. Жан-жағынан. Мына жаққа да біреуін іле салам. Яғни біздің тоқымамыз қай жерде басталғанын білу үшін 2-еуін бер жағынан істей салайын. Енді тоқып отырамыз. Қазір айналып келіп, қысқартуды сіздерге көрсетемін. Қазір бастап жіберейін. Мына жерден сіздерге түсінікті болу үшін. Жеңіне келген кезде тек қана оң қылып тоқып, айналдыра 5 қатар тоққаннан кейін 6-шы қатарда қысқартылу болады. Міне мен жерде тек қана оң қылып тоқып отырмын. Тағы да бір ескеретін, осы қолғапты болсын, нәскиде болсын, осы жемпірдің жеңін тоқар алдында, олар екеуі ғой. Сондықтан қайсысында қанша алып отқанын бірдей болу үшін соны санап бір жерге жазып қойсаңыздар болады. Мысалы, бір жеңінде мен сол 4 ілмек қостым деп. Және де жаңа ұшына келген кезде, резинкасын істейтін кезде 37 қалдырдым деген сияқты жазып отырдым. Әйтпесе шатасы біреу ұзын, біреу кеңдеу, біреуі тарлау болып қалмау үшін. Сіз әрине енді тоқып жүрген болсаңыз, соны айта кеткім келді. Мен жақындап жатырмын қысқартуға. Енді қолтығын астын. Маркерді өткізейік. Мынау біздің міне ілмек түйін болып тұр. Бірінші алған. Артынан тарта саламыз. Кейін қыстырамыз ғой. Мына жібі. Енді мына екеуін бірге тоқимыз. Қазір мына жерде ілмек қысқартуға ыңғайлы болып тұр. Әйтпесе, оларды бір-біріне айналдыру керек болады. Бір қысқарту ет, екі жақтан алып отырамыз. Екінші ілмек ет. Міне байқасаңыз, мына жақтан алып жатырмын. Оң жақтан қысқартқан кезде, оң жақта, сол жақты қысқартатын кезде сол жақтан алып отырамыз. Енді осылай айналдырып 5 қатар тоқимыз. 6-шы қатарда тура осы қайталанады. Қазір мен айналдыра 5 рет тоқып шығайын. 6-шы қатарда тағы да кездесіп қысқартуды көрсетемін.
5 қатар тоқып шықтым. Сіздерге мына жер жақыннан көрсетейін, қалай көрінетіне қатысты. Мына жер төртеуін ал. Міне 2 ілмек бірге қосқанымыз. Біздің алғашқы 1, 2, 3, 4, 5. Міне сарысы 5 болып тұр. Енді 6-шы қатар. Яғни әрдайым 6-шы қатарда ғана қысқартамыз. Мысалы, ілмекте былай қарап тұр ғой. Былай қысқарта салмаңыздар, онда әдемі болмай қалады. Сол үшін шешіп аламыз да, мынаны оң жаққа қарата былай қаратып аламыз. Сөйтеміз де кейін алып бірге тоқимыз. Шештік. Егер жиі қысқартатын болсаңыз, мысалы 4-ші қатарда, онда жеңіңіз әдемі болып шықпайды. Мен бір жемпірде сөйтіп тоқып, кейін өкіндім. Сондықтан 6-шы қатар ең дұрыс екен. Ал мына жерде айналдырудың қажет жоқ. Сол жақта айналдырмаймыз. Қалай бар, солай қысқарта береміз. 2-ші қысқарту болды бұл. Қалғандарын айналдыра, осылай оң қылып тоқи береміз. Қазір мына жер тоқып жіберейінді, кейін сіздерге көрсетемін былай. Мінекей. Мына жер қосқанымыз кішкене тесіп, қатты біліне бермейді. Егер бұл ілмектерді қоспағанда, әрине бізде үлкен тесік болып қалатын еді. Мысалы, мына жеңін. Мінекей. Осылай тоқып шайық, керекті мына жерге дейін сондай. Кейін резинкасын шығаруды қай жерде тоқтайтынымыз бірге тоқимыз. Яғни қай жерде тоқтап, ара-арада тоқитынымызды бірге жалғастырамыз. Міне мынанша тоқыдым. Мына жерде екеуін салыстыруға болады. Мысалы, астыңғысында 10 жерден қысқарту болған екен. Мына жерден де 10 жерден қысқарту жасадым, міне 10-шысын бітірдім. Бірдей көретін, бірдей ма жоқ па соны өлшейтін 3 жайт бар. Біріншіден осылай бүктейміз, сөйтіп тексереміз. Екіншісінде сантиметрмен өлшейміз. Алмам керек қазір. Сантиметрмен өлшейміз да 29-ға келіп тұр. Бұл жерде бізге резинкаға дейін 32-ден асу керек екен, 32 десе болады. Ал ең дұрысы санап шығу. Мына ілмектердің барлығын қанша қатар тоққандарыңыз. Мен санамадым, сантиметрмен өлшедім. Мына жерде екеуі қысқартуы сай келгендіктен, енді жай тоқи береміз резинкаға дейін. Ол бізге керек, міне, мына жерден көретін болсақ, 3 сантиметрдей тоқуымыз керек біз. Қазір айналдырып 3 сантиметрге дейін тоқиық та, кейін резинкасын 32 сантиметр болды. Тағы да мына жерде айтып кетейінші мен. Өлшеген кезде мына екі қолтығында бірдей қылып, егер санағыңыз келмесе, қолтығын тегістіріп, осылайда өлшеуге болады. Мысалы, мына жер резинкаға дейін келді. Мен жеңім. Енді сол резинканы шығарамыз. Осылай. Маркерлерді алып тастай беруге болады. Жаңағы жерде айтам деп ұмытып кетіппін. Кедергі кетпеу үшін. Егер тақ болса, етегін істеген кезде айтқан едім, бір ілмекті қысқартып тастаймыз. Мына жерде менде шатасып кеткенмін, 2 ілмек артық болды. Яғни 37 қалған еді, мына жеңде. Тақ қылдым, 36 қылып, сосын резинкасын тоқыдым. Мына жерде 38 болды. Сондықтан 2 ілмекті қысқартуға тура келді. Қысқартып жібердім арасында. Сіздерде сөйтсеңіздер болады сол. Егер сол күйінде қалатын болса, ол 2 ілмек бәрібір
размер жағынан үлкендеу болып қалуы мүмкін да, біреу бостау болса, біреу тарлау дейма, сондай болуы мүмкін. Мына жерде теріс басталады. Тағы да резинкасын тоққан кезде кішірек спица алуға да болады. Егер қаттырақ болғанын қаласаңыз. Мына жерде мен оң теріс қылып алып жатырмын. Резинкасын тура етегіндей 5 қатар тоқимыз, 6-шы қатарда жабамыз. Мына жерде оң болды. Мына жерден теріс қылып аламыз. Өстіп 5 қатар, айналдыра 5 қатар тоқиық. Сосын кейін тағы да сіздерге көрсетемін, қалай жабу керек екендігіне қатысты. Айналдыра тоқи береміз. 5-ші қатарды бітіріп, мінекей резинкасын енді 6-шы қатарда тоқып жабамыз. Мына маркерді іліп қойдым, шатаспау үшін. Қай қатар бізде басталатынына қатысты. Тура жаңа етегінде істегендей солай жабамыз. Бірнешеуін сіздерге көрсетейін, кейін қырқып, тура сол жердегі көрсеткенде мен мына жерде де қайталаймын. Сауымда мүмкін. Мінекей арттағыны алып, алға тастап, оны шығарып тастаймыз да. Осылай айналдыра қысқартып шығайық. Міне достар, бітірдік. Жеңіз өте әдемі шықты. Түймесі ғана қалды. Жуып, үтіктеп, осы ғана қалды. Мына жерге бір әдемі брошка істесеңіз де болады. Әрине балаға зиян келмейтіндей болу үшін. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Инстаграм парақшамызға тіркеліңіздер. Және де егер осы мастер-класспен осындай жембір тоқып шыға алсаңыздар, оны да жазсаңыздар, өте қуанышты боламын. Рахмет, бізбен бірге болғандарыңызға. Сау болыңыздар.